Сәлем достар, сіздермен болған мен Жұлдызай Тока World арнасы. Достар, бұл бізде ананың қадірі 4-ші бөлім және де соңғы сериясы болады. Бұл сериал сіздерге қызықты және де ұнайды деген ойдамын. Ұнаса, әрине де менің еңбегімді барынша қолдап, лайктарыңызды басып, подписаться кнопкасын басып, колокольчикті басуды ұмытпаңыздар. Ал ендеше мен сериалымды бастаймын, сіздер тамашалаңыздар. Кеттік. Қызым, келдің бе? Жаным, сені сағынып кеттім ғой. Мені кешірші, ақымақ анаңды. Енді мен қайталанбаймын. Мені кешірші, сені жоғалтып алам ба деп қатты қорықтым. Мама, сізді кешіріңізші. Менікі де дұрыс болмады ғой. Менің үйден кетуім деген ол қателік екен. Мен де сізді қатты сағынып кеттім. Жақсы, мен ендеше кете берейін. Таң атқан соң. Сіздерге таңғы ас жасап берейін бе? Жоқ, рахмет. Мен ешкім келіп тұрған жоқ. Әуре болмақ қой. Қызым, сен ішесің бе? Жоқ, мен ішпеймін, рахмет. Барып демала берсеңіз болады. Қазір өзім ыдыстарды жуа саламын. Сіз де анасыз ғой? Жақсы. Жоқ, өзім жуа салам, рахмет. Жоқ, мен өзім жуамын, бара беріңіз. Жарайды. Балақай, ендеше, бүгін сенмен күн өткізетін боламын, я? Сен де бара берсең болады. Мен бүгін жұмысқа бармаймын. Қызыммен өзім күн өткіземін. Жарайды, ендеше, күндеріңізді жақсы өткізіңіздер. Анашым, сіз сонда шынымен де менімен күн өткізесіз бе? Я, екеуміз бүгін шопингке барамыз және де қыдырамыз. Рахмет, анашым. Бүгін анаммен күн өткіземін. Ура! Анашым, бұл жерге не үшін келдік? Менің телефоным бар емес пе? Немесе өзіңізге алайын дедіңіз бе? Қызым, сен қанша осы телефонмен жүресің? Оданша өзіңе новый ұялы телефон ал. Жоқ, анашым. Оданша ол ақшаны біз басқа нәрсеге құртайық. Уайымдама, қызым, менің ақшам жетеді ғой. Жарайды, ендеше. Рахмет сізге. Қандай телефон алсам болады екен? Мен осындай телефон аламын. Жарайды. Өзіңе компьютер алмайсың ба? Немесе планшет? Жоқ, керек емес. Керек болып жатқанда өзім айтармын. Жақсы ма? Жақсы, ендеше шіркеттің ақшасын төлейік. Сәлеметсіз бе? Анашым, бүгінгі күніңізді маған арнағаныңызға көп рахмет. Енді сіз өзіңіздің жұмысыңызды істей берсеңіз болады. Ал мен өзімнің мектебіме барамын. Осылай демалыс күндері қыдырайықшы. Әрине, қызым, сенің айтқаныңды орындаймын ғой. Бүгін мен өте бақыттымын сенімен күн өткізгеніме. Мен де, анашым. Мынау сусын өте дәмдірек екен. Достар, осымен бізде ананың қадірі деген сериал аяқталды. Сіздерге бұл сериал қызықты және де ұнады деген ойдамын. Ұнаса, лайктарыңызды аямай, подписка жасауды ұмытпаңыздар. Және де осы видеоны қалай бағалайсыздар, өздеріңіздің ойларыңызды комментарияларға жазып кетіңіздер. Сіздер де аналарыңызды бағалап жүріңіздер.
мен қандай сериал түсірейін, комментарийға жазыңыздар. Және де бізде актив болмай жүр, активті көтеріп жіберейік. Сау болыңыздар.